Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен тауық етінен бризоль жасайтын боламыз. Алдымен тауық төс етімізді алып бөліктерге бөліп аламыз. Орташа бір бас пиязымызды алып бөліктерге бөлеміз. Енді осылардың бәрін блендерден майдалайтын боламыз. Дайын болған фаршымызды бір ыдысқа салып, үстінен пияз қосамыз. Тұз, қара бұрыш, тауыққа арналған приправа қосып, жақсылап араластырамыз. Енді фаршымызды бөліктерге бөліп аламыз. Одноразовый пакетімізді алып, екіге бөліп, осылай фаршымызды ортасына қоямыз. Үстінен жақсылап тегістейміз. Қызып тұрған сковородкамызды майлап, үстінен бір жұмыртқамызды саламыз. Жұмыртқамызға міндетті түрде тұз, қара бұрыш салуды ұмытпаңыз. Енді үстінен дайындап қойған фаршымызды саламыз. Крышкасын жауып, 6-7 минут пісіретін боламыз. Осылай ағарады. Екінші жағын аударып пісіреміз. Крышкасын жауып, 6-7 минут пісіреміз. Енді соусын дайындаймыз. Ол үшін бізге майонез, ұнаған көкөніс, бір тіс майдаланған чеснок керек болады. Осының бәрін жақсылап араластырамыз. Соусымыз дайын. Піскен бризолімізді алып, ыстықтай арасына соусымызды жағамыз. Алдымен соус жағамыз. Сосын үкіштен өткізілген сырымызды салып, жақсылап ораймыз. Қалғандарында тура осылай пісіріп аламыз. Соусты міндетті түрде ыстығындай жағыңыз. Сонда арасына қосылған сырымыз еріп, өте дәмді болады. Міндетті түрде жасап көріңіз. Баршаңызға ас болсын.